Hello достар. Мен білем сен ойлап тұрсың. Тоғжан, сен тағы да каналдан жоғалып кеттің бе? Бірақ мен ешкімге керек емесмін, және ешкімнен ойлаған жоқты. Жарайды, мен кеттім. Ал бүгінгі видеода мен өзімнің ұят оқиғаларымды айтатын боламын. Өте қызық естіледі ұят оқиғалар. Орысша айтқанда, my неловкие ситуации. Маған өзіме ұнайды бұндай видеолар көрген, және де сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ондеше көп ұзамай видеомызға көшейік. Және бірінші оқиға мен 2-ші сынып оқып жүргенде болатын. Және бір күні мен барлығы кітапханадан кітап алып жүргенін көрдім. Және де менің де кітап алғым келді. Және мен кітапханаға бардым. Және анда барлық кітаптар өте қорқынышты болатын, соғыстан келген сияқты болатын. Барлығы жыртық және де скотчпен жамылған болатын. Және мен ең бірінші алған кітабым ол бауырсақ ертегісі болатын. Мен ол ертегіні кітапсыз-ақ білетім, бірақ анда басқа нормальный кітап болған жоқ. Ал менің екінші алған кітабым ол Қотыр торғай ертегісі болатын. Және мен сол кітапты кітапханашы айтқан уақытта келген жоқпын ғой деймін. Одан кейін мен сол кітапты кітапханашыға беруге қорықтым. Қазір мысалы кітапты берсем, ана кітапханашы маған ұрсады деп ойладым. Және де ол үйде тұрды. Мен 2-ші сыныпты бітірдім. Кітап әлі менде болды. Мен 3-ші сыныпты бітірдім. Кітап әлі менде болды. Және бір күні мен басқа мектепке көшейін деп жатқанда, мен сол құжаттарды жөндеп жатқанда, маған жаңа сынып жетекшім айтты, сен кітапханаға бір кітап өткізген жоқсың деді. Және де маған сол кітап есіме түсті. Және мен келесі күні сол кітапты алдым. Және де мектепке бардым. Мен өте қатты қорықтым. Қазір ана апай маған точно айғайлай тұрса, неге алып келген жоқсың деп. Және мен бердім кітапты кітапханашыға. Ал кітапханашы маған ұрысқан жоқты, вообще ештеңе айтқан жоқты. Сосын кітапханадан шыққан сол мен өзімді өте жеңіл сезіндім. Мен үстімен жүк алғандай сезіндім. Кітапханашыдан өте ұят болды. Ал келесі оқиға 3-4 жыл бұрын болған болатын. Мен ауруханада өз кезегімді тосып отырған болатынмын. Және алдымнан менің ағылшын мұғалімім өтіп бара жатады. Ол мұғалім жас болатын. Және мен мұғалімге сәлеметсіз бе деудің орнына привет деймін. Маған өте қатты ұят болды. Қазір бұл оқиғаны есіме түсіріп, маған одан әрі ұят болып тұр. Бұл оқиға алдыңғы жылы 1 маусым күні болған болатын. Аудандық кітапханада 1 маусым балалар күніне іс-шара болған болатын, концерт. Және мен сол іс-шараға қатысу керек болатынмын. Біз құрбым екеуміз барған болатынбыз. Және анда балалар өз өнерлерін көрсете бастады. Біреулері ән айтты, біреулері би биледі. Және де мен кезегім келді. Мен тақпақ айтатын болатынмын. Және менің қасымда балабақшаның балалары шықты. Енді көздеріңізге елестетіңіздер. Мен тұрмын, және мен қасымда балабақшаның балалары тұр. Өте күлкілі және ұят маған. Және ана садиктің балалары әрбірі мынандай поэмалардан айта бастады. Және ең басы тоқтамай. Ал менің тақпағым 2-ақ шумақ қана болатын. Және барлығы өз поэмаларын айтып шықты. Және де менің кезегім келді. Мен өлеңнің 1-2 жолын айттым. Одан кейін мен өлеңді ұмытып қалдым. Барлығы маған қарап тұр. Ана жерде мені құрбым видеоға түсіріп тұр. Ал мен өз өлеңімді еске түсіре алмаймын. Одан кейін мен отырдым орныма. Маған өте ұят болды. Маған онда грамота берді, және де қарындаштар сыйлады. Мен бұл нәрселерге қарағанда осы оқиға есіме түседі. Міне бұл барлық оқиғалар болатын. Сіздерге айтқан, сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Егер видео ұнаса лайк басаңыз, және де каналға жазылып кетіңіздер.
Ал мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.